Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай ерекше үй ішіңіз сүйсініп жейтіндей домалақ самсаның жасалу жолын көрсететін боламын. Өте сондай керемет болып шығады. Мінекей қарасаңыздар, қытырлап ауызда еритіндей жұп-жұмсақ болып шығады. Барлық керекті ингредиенттер төменде көрсетілген. Және алынуы да оңай, ойламаңыздар бір-біріне жабысып қалады деп. Майлы, қатпарлы қамыр болғандықтан алыну да оңай болады. Сондай қытырлақ болып шығады. Ендеше жасауға кірісейік. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Барлық керекті мөлшері описание бөлімінде, яғни төменде жазылған. Ең алдымен тостағанымызға суымызды құйып, 1 шай қасық тұзымызды салып, керекті мөлшердегі ұнымызды салдып, қолымыздың көмегімен қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ болып кетпеуі қажет. Ең маңызды нәрсе міндетті түрде қамырдың иі қануы қажет. Қазір қамырымызды дайын болған кезде майлап, қолдың көмегімен жайған кезде ыңғайлы болады. Егер де иі қанбаған болса, дұрыс жайылмай қалады. Мінекей ең алдымен осылай қолдың көмегімен барлығын жақсылап илеп алатын боламыз. Егер де сәл ұныңыз аз болса, сәл қосуыңызға болады. Мінекей қамырымызда дайын болды. 10-15 минутта тыныштықта тұрғаны дұрыс. Қайта-қайта баса берсеңіз, иі қаны бұдан сайын жаюға ыңғайлырақ болады. 15 минут өткеннен кейін осылайша 100 мл сары май мен сұйық майымызды араластырып, ерітіп, қамырымызды 4-ке бөліп, ішіне салып қоятын боламыз. Қамырымыз майдың ішінде өз бойына сіңіріп тұру үшін 10-15 минуттай уақыт керек болады. Сол үшін мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай бір-бірде 4 бөлікке бөлдім. Қолдың көмегімен домалақ етіп майдың ішіне салып тастаймын. Содан кейін 15 минуттың ішінде салмасын дайындап үлгеретін боламыз. Қамырымыздың иі қанғандықтан өте жылтырап, теп-тегіс болып домаланады. Мінекей осылай орнатып шығамыз. Содан кейін салмасына кірісейік. Үстіңгі жағына май тимегендіктен қасықтың көмегімен сәл құйып шықсаңыз болады. Қоймастан салмасын дайындау керек деп айта бердім. Ендеше сол салмаға кірісейік. Бізге фарш қажет болады, жуа қажет болады, картоп қажет болады және татымыңызға қарай әртүрлі дәмдеуіштер, яғни тұз, қара бұрыш, паприка қажет болады. Ұсақтап пияздарымызды жақсылап турап алатын боламыз. Пиязы көп болған сайын салмасы сондай сочный, ылғалды болып шығады. Мінекей пиязымызды турап алдық. Ендігі сәтте картошкамызды де турап алайық. Өзіңізге керекті мөлшерде ірі кубик болсын, кішірек кубик болсын, өз қалауыңызша турай берсеңіз болады. Бірақ та әрине ұсағырақ болғаны дұрысырақ болатын шығар. Ендігі сәтте барлығы дайын, бір-біріне араластыру үшін ең алдымен пиязымызға, жуамызға сәл ғана тұз себелеп, қолдың көмегімен осылайша қысып өз шырынын шығарғаныңыз дұрыс. Сол кезде салма сочный болып шығады. Мінекей пиязымызды жұмсартып алдым, және де шырыны да шықты. Үстіне фаршымызды саламыз және туралған картопты үстіне салып, қолдың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Және татымына қарай тұз, паприкамызды, қара бұрышыңызды салуды ұмытпаңыз. Достар, егер де сізге менің контентім ұнайтын болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Осылайша жақсылап араластырып алғаннан кейін, егер де фаршыңыз майсыздау болса, сұйық майдан сәл қосып жіберсеңіз, тіптен жақсы болады. Осылайша салмамыз дайын. Ендігі кезекте қатпарлы қамырымызды дайындайық. Ол үшін майда тұрған қамырымызды алып, қолдың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып шығатын боламыз. Майда тұрғандықтан және иі қанғандықтан ешқандай қиындық тудырмайды, оңай жайылатын болады. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай қолдың көмегімен тез уақытта жайып шықтым. Көлемі ұлғайып жұқарған сайын майы азаюы мүмкін. Сол себепті дайын тұрған майдан қолыңызға жағып, қамырға жағып, ары қарай жұқарта береміз. Сәл жыртылып, кесіліп қалып жатса, ешқандай да уайымдамаңыз. Ондай барлығында болады. Мінекей барынша жұқа жаюға тырысыңыз, сол кезде домалақ самсаларыңыз әдемі шығатын болады. Осылайша ұзыншалау етіп, салмаларыңызды орналастырып шығуыңыз қажет.
Сіздерге тағы бір ескертетін жайт, салманы қатты көп салмаңыз, жұқалау аздау етіп салғаныңыз дұрыс. Қазір бірнеше бөлікке бөліп, екі жағын бекіткен кезде салмасы шығып кететін болады. Ең алдымен қамырмен осылай бетін жауып бекітіп шығамыз, және орама мантыдағыдай орап шығатын боламыз. Қатты туғы, яғни қаттырақ орамаңыз, сәл бостау қылып орағаныңыз дұрыс. Осылайша салмамызды соңына дейін майлы қамырымызға орап шығатын боламыз. Мінекей, менде пісіретін ыдысым дайын тұр, ішіне пергамент қағазын салып қойдым дайындап. Содан кейін самсамызды сәл ұзыншалау етіп, бірнеше бөлікке бөлетін боламыз. Содан кейін екі жағын бекітіп, бір-біріне теңестіріп, домалақ етіп самса жасаймыз. Мінекей, осылайша салмасын сәл ішіне қарай кіргізіп жіберіңіз. Содан кейін екі жағын бекітіп, пергаментіңіздің үстіне орналастыра берсеңіз болады. Осылайша барлық қамырыңыздың ішіне салма салып, осылай дөңгелек етіп шығасыз. Бар болғаны сол, достар. Мінекей, менде барлық дөңгелек самсаларымның бәрі дайын болды. Әртүрлі формада болып жатыр, оған мән бермеңіздер. Ең бастысы дәмі және қатпарлы қамыры сондай керемет болып шығады. Үсті қызарып, әдемі болып пісу үшін жұмыртқаның сарыуызына сәл ғана сүт қосып, жақсылап араластырып, кисточканың көмегімен жағып шықтым. Содан кейін қызып тұрған 180 градустағы пешіңізге 40-45 минуттың ішінде пісіп шығатын болады. Әрбір пештің өзінің күштілігі болады, сол себепті жарты сағаттан кейін қарап қоюды ұмытпаңыз. Мінекей, осылайша қытырлақ, көздің жауын алатын дәмді самсаларымыз дайын болды. Сіз де жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарағаныңызға алғысымды айтамын.